Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Өздеріңізбен бүгіннен бастап Алланың қалауымен араб тілі синтаксисін, яғни наху сабақтарымызды бастайтын боламыз. Біз бұның алдында араб тілі морфологиясын, яғни сарф сабағын бітірдік, имтихандарымызды тапсырып, міне бүгін өздеріңізбен міне наху сабағында бастағалы отырмыз. Бір айтып кететін нәрсе, сарф болсын, наху болсын, бұл екеуі араб тілін үйренудегі сіз бен біз секілді алғашқы қадамын жасап жатқан ілімгерлер үшін өте қажетті болған пән. Бізде қазақ тілінде әліппе қаншалықты, немесе Құран оқушы үшін мұғалім сәні мен тәжуид қаншалықты маңызды болатын болса, ілім талап етіп, пайғамбарымыздың хадистерін, Алланың кәләмін оқып түсінемін деген толипке наху мен сарфты біру өте маңызды. Сіз одан ары қарай араб тілімізді жетілдіріп, еркін үлкен кітаптарды оқи алам десеңіз, онда қазіргі бастағалы отырған нахуды ерекше мән беріп, бар ынта жігеріңізді салып, бар күшіңізді жұмсауға тиіссіз. Одан онсыз болмайды. Тек сонымен ғана жетістікке жете алады екенбіз. Жақсы наху ілімі байқасаңыз атауы наху, бағыт деген мағынаны білдіреді. Али радиаллаху анхудың уақытында, наху кітаптарында осылай келеді. Бір күні Али радиаллаху анху білесіздер, халифалар кезең өткен сайын ислам кең етек жайып, араб емес ұлттар көбірек осы ислам дініне қарай бет бұрып, Алланың кәләмін оқи бастаған. Сол кезде қаншалықты араб емес адамдар ислам дініне өткен сайын Құранды оқуға деген көпшілік қиыншылықтар туындай бастады. Соның бірі, Али радиаллаху анху көшеде өтіп баратқан кезде бір бала Құранды оқып жатады. Бірақ харекеттерін дұрыс қоймай, қате оқып жатады. Осыны көрген Али радиаллаху анху сол кезеңдегі ғалымдарды жинап, бәріміз бір бағытта, бір наху, бір бағытта, бір жолда болу үшін осындай ғалым алыңдар, ойлап табыңдар деп, содан ірге тасы сол заманнан басталған екен. Нахуның осы күнге жалғасын тауып келе жатыр. Өздеріңізбен өте қысқартылған, бірақ маңызды нәрселер қамтылған қазақша аударылған нахуды өткелі отырмыз. Аллах Тағала осы кітапты аударып, осы біздің қолымызға жетуге себепкер болған барша ұстаздарымыздан разы болғай. Жақсы, онда бастайық. Наху бұл біз сарфта, мысалы, қаламун деген сөзді алатын болсақ, қаламун. Біз сарфта мынау қының, лының харекеттерін білдік. Қандай өлшемде? Фаалун өлшемде тұр. Ал наху ілімінде болатын болса, осы қаламун сөзіндегі соңғы харекет қаламун ба, немесе қаламин ба, немесе қаламән ба, осыны анықтайтын боламыз. Қысқаша айтқанда, наху ілімі бұл сөздердің сөйлемдегі орнын білдіріп, және сөздердің соңғы харекетінің қандай болатыны, қандай халде болатынын анықтап зерттейтін ғылымды наху ілімі. Яғни біз сарфта әріптерді, сөздерді оқыған кездегі бірінші, екінші әріптердің харекетін үйрендік, оның өлшемдеріміз бар. Ал наху ілімінде біз осы үйренген сөздеріміздің соңғы харекеттері қалай болады, соны үйренеміз. Біліп қойыңыз, бір харекет, соңғы харекеттің бір фатқаның кәсіраға, кәсіраның домаға өзгерту арқылы бүкіл сөйлемнің құрылымы, мағынасы өзгеріп кететін, есіңізден шықпасын. Тіпті мынау наху ілімін дұрыс білмегендіктен, немесе дұрыс дамирлерді қайтармау, дұрыс харекет қоймау арқылы Құрандағы сөздерге ислам дінінен шығып кеткен ғалымдар болған, діннен шығып кеткен ғалымдар. Сондықтан бұны білу өте маңызды. Бірінші сабағымыз кіріспе ретінде, оны өзіңіз оқып алсаңыз да болады. Жалпы сөйлем деген нәрсені айтады. Сөйлем деп жатқанымыз мағынаны, толық бір мағынаны білдіретін тіркесті айтады.
сөйлемде кемінде екі сөзден болу керек, кемінде сөз. Есім болатын болса, ол бастауыш, баяндауыш, етістік болатын болса, ол етістік пен оның орындауышы. Бұлардың бәрін Құдай қаласа жеке-жеке өтетін боламыз. Екінші сабағымызға көшейік. Екінші сабағымызда иғроб және мұғроб деген нәрсені айтады. Иғроб, мұғробты өтпес бұрын біз мынандай бір нәрсені, кітабыңыздағы нәрсені көрсетсек болады. Енді бұлай нәрсе жазып көрсете берейін. Мысалы, қама муаллиму деп берген сізге. Немесе роайту муаллима. Муаллима. Немесе тағы не берген? Және захабту иля муаллими. Илямыз. Иля муаллими. Иля муаллими. Жақсы. Осы жердегі бізге керек болып тұрған нәрсе бұл мұғалім деген сөз. Қараңызшы, мұғалім деген сөз үш сөйлемдерімізде де мұғалім деген сөз бар. Бәрінде. Қарасаңыз, бәрінде алиф-лам бар. Бұл алиф-ламмен қатты не емес, қажет емес, бізге керек болып тұрған. Мұғалім деген бәрінде алиф-лам бар. Және муалими харекеттердің бәрі бірдей, бірақ соңғы харекетіне назар салсаңыз болды. Соңғы харекеті біріншісінде домма, екінші жағдайда фатқа, үшінші жағдайда не болып тұр? Кәсір болып тұр. Кәсірамыз. Үшінші жағдайда кәсір болып тұр. Яғни бір сөз үш сөйлемде, бір сөздің соңғы харекет үш сөйлемде үш түрлі болып тұр. Міне, осылай есімнің немесе етістіктің болсын өзгеруін, яғни өзгеру дегенде біз есіңізде болады, нақуда өзгеру дегенде соңғы харекетін өзгеретеміз. Әр түрлі өзгеруін мұғроб деп айтады. Жатты ғой? Яғни есім болсын, етістікті болсын, соңғы харекеттерінің фатқадан кәсіраға, кәсірадан доммаға өзгеруін не деп атайды екен? Мұғроб деп атайды екен. Жатты ғой? Ал мәбни енді бұған қарамағайшы. Мәбни бұған қарамайшы. Мысалы, мәбниге байланысты хаза қаламу катабту бихаза Оламин, жақсы. Енді қараңыз. Ал енді бұл жерде керегі бізде хаза деген. Қарасаңыз, бұл жерде хаза сөздің басында болсын, ортасында болсын, алдында би сияқты харф жарлар келсін өзгермейді. Бұлар сол хаза болып қалады. Қысқаша айтқан кезде, осылай өзгермейді. Сөйлемнің қай жерінде тұрсын, басында тұрсын, ортасында тұрсын, алдында не келсе де өзгермей бір қалыпта қалатын есім мен етістерді мәбни деп атады. Қысқаша қорытындылап айтатын болсақ, сөздің соңғы харекетінің өзгеруін мұғроб, сөздің соңғы харекетінің өзгермеуін мәбни деп атайды екен. Осымен алғашқы дәрісіміз аяқталды. Бірінші, екінші сабақтарды тек қана оқу керек, түсіну керек, жаттайтын жерін шамаңыз келгенше жаттап алуға тырысу керекпіз. Біз жайлап, біздің жүйеміз бойынша жайлап осылай 8-ші сабаққа өтемізді. 8-ші сабақтан бастап, осы 1-ші сабақтан бастап иғраптауды бастайтын боламыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.